Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше дәммен корейский пигодидің рецептімен бөлісетін боламын. Сіздерден қолдау ретінде ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Барлық қажетті заттардың барлығын описание бөліміне толықтай жазып кетемін. Бірінші кезекте жылы суымызды құйып, үстіне қант, тұз, дрож қосып жақсылап араластырамыз. Қант пен тұз ерігенше. Одан кейін ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илеу барысында қалып кеткен ұнға кішкене су құйып, оны да қамырға қосып, толықтай илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болуға жақын қалғанда үстіне сұйық май қосамыз. Бұл қамырдың жұмсақ болуына көмектеседі. Қамырды илеп болдым. Ендігі кезекте пищевой пленканы жауып, үстіне майлығымызды қойып, сыртын одеял немесе жемпірге орап тастаймыз. Бұл қамырдың тез ашуына көмектеседі. Қамырымыз ашайым дегенше салмасын дайындаймыз. Ең алдымен капустамызды тураймыз. Капустаны кубиктап 4 бұрыш формада жақсылап турап аламыз. Яғни капустамыз майда болуы керек. Достар, қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, мен үшін үлкен көмек және де қатты қуанып қалар едім. Капустамыздың барлығын турап, ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте жуа, яғни пиязымызды өте майдалап, турап ортасын 1-2 бөлікке бөліп, жаңағы капустаның үстіне саламыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін тартылған ет, яғни фаршымызды салып, дәмдеуіштер дәміне қарай корейский тұз, ас тұзы, сұйық май барлығын қосып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Үстіне соевый соусымызды және де чесноктарымызды осындай арнайы чеснок өткізетін ыдыспен өткізіп аламыз. Барлығын салып, қолымызбен бірнеше минут көлемінде ұзақ араластырамыз. Егер де ұзақ араласпаған жағдайда бір жерінде тұзы көп, бір жерінде тұзы аз болып қалады. Сондықтан да барынша бірнеше минут көлемінде араластырыңыздар. Сонда тұздары біркелкі болады. Салмасын дайындаймын дегенше пигоди қамыры ашып қалыпты. Қолымызды кішкене сұйық маймен майлап, осылай пигодидің қамырларын бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл жерде ұнның қажеті болмайды. Қамырдың барлығын бөліктерге бөліп, тағы да қолымызбен домалақтап, жайып шығамыз. Бұл жерде қамыр өте жұмсақ болғандықтан, қолымызбен жайсақ, өздері ұзарып кете береді. Қолымызбен қамырды ұзартып болғаннан кейін, келесі кезекте оқтаудың көмегімен қамырларымызды жайып алатын боламыз. Жайылған қамырдың ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей, екі қолымыздың көмегімен бірінің үстіне бірін қосып, өріп шығатын боламыз. Айтарлықта ешқандай қиындығы жоқ. Видеоны баяу қозғалыста көріп, үйреніп алсаңыздар болады. Бір үйренсеңіздер, ары қарай жасай бересіздер. Түп жағын осылай қысатын боламыз. Егер де қатты қыспаған жағдайда ашылып кетеді. Келесі кезекте мантоваркамызды сұйық маймен майлаймыз. Сұйық май қаншалықты көп болса, соншалықты жақсы. Егер де сұйық майды мантоваркаға аз жағатын болсақ, пигодиларымыздың түбі жабысып, формасын ұстай алмайды. Сондықтан да барынша сұйық майды көп құйған дұрыс. Мантоварканың түбіне су құйып, ол қайнағаннан кейін пигодиларымызды салып 40 минут көлемінде пісіреміз. Піскен пигодилардың ортасына осылай сәбіз салаттарды салып, соусына майонез, кетчуп, айран қосып жесеңіздер де болады. Бізге аз болсын, дәл осы рецептпен корейский пигодиді жасап көріңіз. Дәмі өте керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Айтпақшыдай, сәбіз салаттың керемет рецепті менің YouTube каналымда бар. Сол рецепті описание бөліміне жаза кетемін.